Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастайық. Бүгін біз Фариза Оңғарсынованың «Білім керек бәріне» өлеңі мен Өтебай Тұрманжановтың «Білім» өлеңдерімен танысамыз. Бүгінгі сабақта балалар, сендер өлеңді мәнерлеп оқумен қатар, оны жатқа оқи алатын боласыңдар. Балалар, кәнеки, алдымен білім туралы мақалдарды жалғастырайық. Оқу, білім несі? Білім, өмір несі? Оқу, білім бұлағы, білім, өмір шырағы. Күш қайда? Білім қайда? Күш білімде, білім кітапта. Білегі күшті қайтеді, білімі күшті қайтеді. Білегі күшті бірді жығады, білімі күшті мыңды жығады. Өте жақсы балалар. Балалар, оқулықтың 70-ші бетін ашып қойыңыздар, онда бірінші тапсырма бар. Мақалды түсіндір дейді. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Бұл мақалды қалай түсінесіңдер? Білім дегеніміз не? Кәнеки, ойларыңызды айта қойыңыздар, одан соң мен толықтырып өтейін. Білім бұл асыл қазына. Білім инемен құдық қазғандай деп айтады қазақта. Адам өмірінің соңына дейін білім алады. Ал кейде тіпті оның өзі де аз болады. Адам қаншалықты білімді болса, соншалықты бай қуатты болады. Адамның білімсіз өткен бір күні бос күні. Батыл бірді жықса, білімді мыңды жығады. Білім адам бойына біткен қару. Адамзаттың ең жетер биік шыңы білімді толық меңгерген күні екен. Ендеше балалар, білімді болайық. Қазіргі заман білімділердің заманы. Балалар, енді 70-ші беттегі оқулықта «Білім керек бәріне» атты өлеңді оқимыз. Мұқият тыңдаңдар. Фариза Оңғарсынова «Білім керек бәріне». Корабльді басқарып, көк жүзіне самғасам, тауды бұзып тас жарып, мұхиттарды жалғасам, таңдандырар бар елді, ғажап үйлер сала алсам, жасартатын әжемді дәруде ойлап табалсам, сырлар көп ғылымның шешілмеген әлі де, тереңдігі білімнің керек екен бәріне. Балалар, Фариза Оңғарсынова апамыз «Білім керек бәріне» өлеңінде не туралы айтады? Егер білімді болсақ, біз корабльді де басқара аламыз, көк жүзіне самғап, ұшқыш та бола аламыз. Және де, егер білімді болсақ, мамандықтар аламыз. Мысалы, архитектор болсақ, ғажап үйлер салар едім дейді. Әрине, оның кез келген мамандықтың барлығына да білім керек. Жасартатын әжемді дәруде ойлап табалсам дейді. Көрдік пе? Өте керемет өлең. Бұл өлеңді жаттап алсаңыз да болады. Ал енді Фариза Оңғарсынова туралы 4-ші тапсырмада айтылады. Түсініп оқы, өлеңнің авторы туралы түсінгеніңді айт дейді. Кәнеки, мәлімет алайық. Фариза Оңғарсынова ол ақын және аудармашы. Ол 1939 жылы Атырау облысы Исатай ауданы Манаш ауылында туған. Көптеген жыр жинақтардың авторы. Үйім менің отаным және тағда басқа жыр жинағы балаларға арналған. Фариза Оңғарсынова 2014 жылы дүниеден өткен екен. Балалар, екінші танысатын өлеңіміз біздің «Білім» өлеңі, авторы Өтебай Тұрманжанов. Өлеңді түсініп оқыңдар дейді.
Білім, Өтебай Тұрманжанов. Білім деген байлық бар, еш байлық оған жетпейді. Жасыңда оқып, жиып ал, тепкілесең кетпейді. Өртіңе ол күймейді, ұрыларда тимейді. Жатып ішер жамбастап, жалқауды ол сүймейді. Не өте қысқаша, әрі өте тамаша өлең. Бұл өлеңді де жаттап алсаңыздар болады. Ал енді балалар, Өтебай Тұрманжанов туралы мәлімет алайық. Ол балалар жазушысы және аудармашы екен. Ол 1905 жылы оңтүстік Қазақстан облысында туған. Балаларға арналған Қарлығаш, Жауқазын, тағы да басқа жыр жинақтары бар. Өлеңді жаттап ал деді. Балалар, қосымша сендер дәптеріңізге 8-ші тапсырманы орындасаңыз болады. Бұл 72-ші бетте. Жарық дегенге, қараңғы дегенге қалай түсінесіздер? Біліммен байланыстырып 5 сөзден жазсаңыздар болады. Үйге тапсырма осы Фариза Оңғарсынованың «Білім керек бәріне» өлеңімен Өтебай Тұрманжановтың «Білім» өлеңінің қалағанын жаттап алыңыздар. Мінеке біздің балалар сабағымыз аяқталды. Сабақтың соңында білім ағашына кері байланыс береміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.